Армысыздар, қадірлі көрермен. Бүгін бізде қонақта белгілі ғалым профессор Әбдімәлік Әшірұлы ағамыз. Әбдімәлік аға, бүгін студиямызға қонаққа қош келіпсіз. Сұхбатымызды өзіңізден кеше ғана Жезқазған сапарынан келіп отырсыз ғой. Жансая өзіңіздің немереңіз, шахмат ханшайымы атанған Жансая қызымыздың академиясы ашылыпты. Жалпы сапар сәтті болды ма аға? Әңгімені осыдан бастасақ. Бірінші ақпан күні жаңағыдай Жезқазған деген қалада Жансая Әбдімәліктің шахмат академиясы ашылды. Ол өңірге, Ұлытау өңіріне үлкен бір жағдай болды. Себебі біз бұл шахмат академияны Шымкентте ашамыз дегенбіз. Себебі Алматыда бар, Астанада бар, енді үшінші қала ғой Шымкент деген. Бірақ біз Жансая, мен бұрынғы әкім алдына кіріп, қазіргі емес бұрынғы әкімнің алдына кіріп, рұқсат алғанбыз. Мырза ғой. Бірақ білесіз ғой енді мынау чиновниктердің ол орынбасарына тапсырды. Сол орынбасар бір жыл бойы бізге имарат тауып беремеді ғой. Содан кейін мына жерде Жансая Қазақмыстың Нұрахмет Нұриев деген жігітке күйеуге тиген, соны пайдаланып Қазақмыстың директор кеңесінің төрағасы Нұрахмет деген жігіт, сол Қазақмыс бізге үлкен спонсорлық көмек жасап, осы шахмат академиясын ашуға үлкен ықпал мүмкіндік берді. Сөйтіп 3 этаждық имарат, класстар, барлығы қазіргі заманның техникасымен қамтылған. Білесіз ғой енді жаңағыдай о жағын бәрі. Компьютер, анау жаңағыдай интерактивный тақта дейді, солай барлық класстарында сондай болды. Соған қосымша ашылуына байланысты сөйде халықаралық турнир өтті. Халықаралық турнирге 19 командалар келді. Бұл Россиядан, Москвадан келді, Белоруссиядан, Минсктен келді, Монголиядан келді. Сондай енді Қазақстандан Алматының бұрынғы ашылған Жансая шахмат академиясынан екі команда келді. Содан кейін Алматыдан тағы басқа мектептердің командалары келді. Астанадан тағы келді. Әзірмен жерде бәрін жазылған. Сөйтіп, 2 күн үлкен турнир болды. 9 тур болды. Соны Алматыдағы Жансая шахмат академиясы бірінші орын алды. Әрекелі. Екінші орын Астана алды. Үшінші орынды Белоруссия алды. Төртінші орынды Монголия алды. Сөйтіп 8 миллион теңге призовой фонд болды. Соны 5 команда приз алды. Бірінші орын алған 2 миллион 400 мың теңге жаңа қатысқан балдарға бөліп берілді. Екінші орынға 2 миллион, сөйтіп жаңағыдай ең төменгі орын, 5-ші орын алғанға 1 миллион 200 мың теңге берілді. Енді әрине оның нелері болды, кубоктары болды, барлығы ол жағынан бәрі жақсы. Өте үлкен деңгейде өтті жаңа жарыс. Сөйтіп, Жезқазғанның балдарына үлкен бір үлгі болды. Енді олар қуанып жатыр. Басқа
облыстарда мысалы шахмат академиялары жоқ. Сондықтан бұл енді Жансаяның осы Жезқазғанға тұрмысқа шыққаны өте жақсы болды. Соның арқасында мына шахмат академия ашылып жатыр. Керемет. Мен ашылуына бардым. Ашылуына министр спорта и туризмі деген бар ғой бізде. Спорт туризм министр келді. Содан кейін өндірістің министр промышленности дейміз ғой, өндірістің министрі келді. Содан кейін енді әрине Ұлытаудың әкімі, Жезқазған қаласының әкімі, одан кейін ардагерлердің төрағалары, сол қалалардың, облыстардың өте үлкен деңгейде өтті. Өте керемет болды. Соны біз 3 күн болып сөйерді. Біз қайттық өте жақсы көңілменен. Әбдімәлік аға, енді қазақта айтады ғой, тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады деп. Осы Жансаяны шахматқа қалай баулған едіңіз? Бір әңгімеңізде аян түс арқылы есімі қойылған қыз деп те айтқан едіңіз. Оны шын айту керек. Мен ол кезде Жансая 5 жасында, оған көңіл берген жоқпыз. Одан алдын мен 2 немерем болатын, ұл бала. Біреуі Тұран, ол 2-ші ұлымның үлкен баласы. Санжар, 1-ші ұлымның, Жансаяның ағасы. Соларды үйреткен мен. Үйретіп жатсам, енді Жансая қуыршағын көтеріп қарап отыратын еді. Сонда аларға түсіндіріп отқан нені Жансая қағылез болған. Содан кейін барып, 1 жылдан кейін бір Алматыға жұмыс сапарменен ісім түсті. Сөрге барып, балдарменен, немерелерменен шахмат ойнадым. Олар содан кейін оларды шахмат мектебіне берген. Ол кезде академияны деген әңгіме жоқ. Содан кейін қанда шахмат ойнайық десем, Санжармен шахмат ойнап жатырмын. Ойыны онша мәз емес енді былайша айтқанда. Содан кейін қой енді көңіл көтерейін деп бір фигураны бердім оған. Мынау жаңағыдай көңіл көтерсін деп, ойбу бір фигураны беріп қойдым ғой саған, енді сен ұтуың керек деп, неғылсам Құда қаласа ұтамын деп не қылған. Бірақ ходы мен фигура берген кейін бір жақсы ход жасау керек қой енді. Ол ход көңілден шыққан жоқ. Содан кейін бір уақытта Жансая келді айтты: Санжар, мына ходың сен дұрыс емес дедім. Қой Жансая, сен білмейсің ғой, сен үлкендер ойнап жатқанда сен ары тұр деп оны жаңадан не қылдық. Содан кейін Санжарға айттым: мына кішкентай балада айтып отыр, сенің ходың дұрыс емес деп. Қайтадан жүруге бола ма ата деді. Болады дедім. Біраздан кейін ойланып 5 минуттан кейін ход жасады. Ход жасағанда жақсы ход, әрине, бірақ көңілдегідей емес. Содан кейін Жансая бергелші. Қандай ход жасау керек десем, атпенен былай жүру керек. Содан кейін аузын жыбырлатты. 1, 2, 3. 4-ші ходта атасыз мат болуыңыз керек, ұтылуыңыз керек деді. Мен өзім шахматистпін, бірақ мен ол 4 ходтан кейін қалай ұтылатынымды мен әлі неған жоқпын, елестеткен жоқпын. Содан кейін барып есептеп қарасам, Жансаяның айтқаны өте дұрыс. Егер дұрыс жүрсе, мен 4-ші ходтан мені қыздырып, әрине мат қоятын жағдайы болды. Содан кейін, оны түсінгеннен кейін, ана балдар сырт бастадым да, Жансая, сенімен шахмат ойнаймын. Қарасам, оның қалай үйрендің десем, сіз үйреткен кезде мен де қағып алдым. Содан кейін барып, әзіргі заманда аналардың бәрін ұтатын болдым мен әзірледі. Ойбай, онда сен талант екесің деп, әкесін шақырып, әкесін айттым: сен жұмысты қой, мына қыз өте талантты. Білем деді. Қалай
Біздің Жансаян. Мен дейді Хосе Рауль Капабланканың бір партиясын бұларға сөзбен айттым. Мынандай ход жасайсыңдар, Е2, Е4-де бәрін айтып бердім. Олар бүйтіп шахматта ойнап отырды сөйтіп. Ойын бітті. Содан кейін барып әкесі айтты. Ал енді қайтадан мен айтқанды бәрін қайталайсыңдар ма? Деген кезде анау екеуі де қайталамай бір жерге келгенде жаңылысып, Жансая до конца ол партияны память деген күшті. Жаңағы айтқан сөздің барлық ходтарын бәрін есіне сақтаған. Содан кейін ойбай мына талант екен деп өзі балам ол кезде бір фирманың директоры, анандай стройматериал сататын фирманың директоры еді. Германиядан ламинат, анау деген заттарды алып сатып, сол күн көріп жүрген сол жұмыс еді. Оны тастап, қайнысына бәрін директор жұмысын бәрін тапсырып, тек қана тренерлік жұмыспенен Жансаяны не қылды. Сол кезде баламды, Данияр деген баламды шахматист. Ол кандидат мастера спорта. Мен бірінші разрядникпін. Жансая, соның арқасында 7 жасында Алматының чемпионы болды. Қыздардың арасында. Содан кейін Вьетнамда 8 жасында Вьетнамда чемпион мира болды. Содан басталды ғой, 8 жасында, 10 жасында, 12 жасында кете беріп, ең соңғысы 20 жастағы гроссмейстерлердің бәрін жеңіп, Италияда бірінші орын алып, 5 дүркін әлем чемпионы болып есептелді. Енді мен ол әрине ол үлкен тірлік. Нұрсұлтан Әбішевич Назарбаев бірінші рет чемпион болған кезде телеграммамен шектелді. Ой, Жансая, рахмет, сен қазақ қыздарының арасында бірінші чемпион мира болдың, сен енді шахматта Гагаринсың деп оны мақтап, саған үлкен табыстар тілеймін деп, жетістіктерге ие бол деп не қылды. Екінші рет чемпион болған кезде Назарбаев қой, енді мынау өте талантты қыз екен. Бірінші рет случайно болуы мүмкін чемпион мира. Екінші рет бұл енді уже талант екен деп, кабинетіне шақырып, Ақордаға шақырып, подарка беріп, анау сөйтіп Жансаяны марапаттады. Соған ол қосымша Нұрсұлтан Әбішевич айтты: Жансая, міне саған президентский стипендия $1000. Ай сайын $1000 аласың, доллармен аласың. Ал тренеріңе, сен әкеңе $500. Сөйтіп, кішкентай қыз 10 жасында, содан кейін ол сертификаттың бәрін берді. Содан кейін барып, 10 жасында квартира берді. Біліп қойыпты. Жансая, сен қайда тұрасың десе, біз Алматыда тұрамыз. Біз 3 комната квартирада тұрамыз, әкем $500 аймамай төлеп тұрады деп. Солардың бәрін тексерсе, рас болып шығады. Содан кейін тапсырма береді. Ол кезде Ахметжан Исимов деген Алматының әкіміне тапсырма береді. Квартира беріңдер мына қызға деп. Сөйтіп, 10 жастағы қыз семьясына квартира береді. Ол үлкен пайданы $500 төлеп тұрған квартирадан айырылып, жаңадай квартира береді. Екінші сертификат, үшінші әкесіне семьясына $1,500 табыс, екінші квартира. Міне сөйтіп, Жансая уже 10 жасында семьясына көмек берген болған сияқты. Енді осы атыңызды асқақтатып жүрген, сіздің есіміңізді танытқан Жансая қызыңыздың атын өзіңіз қойған екенсіз. Оның өзі де бір ерекше оқиғасы бар екен. Менде бір қасиет бар өзі. Ол қасиет біздің бабамыздан. Біздің бабамыз
Меккеге 60 жасында барып, сол құрбан айт неге намазында сол оразада барған, оразадан құрбан айтқа дейін 70 күн ғой енді, білесіз, оразадан кейін, ораза айттан кейін 70 күннен кейін құрбан айт. Құрбан айт намазында жаңа кісі қайтыс болады сөйлді. Прям намаздың үстінде. Сол Меккеде өзі ниет қып барған екен, сөйлді қайтыс болып, сөйлді жерленген біздің бабамыз. Сол бабам жаңа ұл немерелерге бәрін атымен қойған. Санжар, Тұран мемлекетіне белгілі болсын, Санжар Оразов сияқты үлкен мемлекет қайраткері болсын деп. Содан кейін енді қыз бала туылғаннан кейін балам звондайды, құтты болсын, ата қыз немере туылды, соған атын фамилиясын өзіңіз бересіз деп. Мен айттым, қыз енді фамилиясы да өзгеріп кетеді, анау күйеуге тигеннен кейін өздерін қоя берсеңдер деп едім, ол ренжіп қалды. Не, қыз сізге немере емес пе деп. Ойбай немере, сөйтіп ұмытып кетіппін. Бір уақытта звондайды маған, папа, қыз бүгін сағат 3-те, ертең сағат 3-те роддомнан шығады. Соға дейін бәрі аты жөн, фамилиясы болу керек деп. Содан кейін бұл жақсы дедім де ұйықтап қаппын. Содан кейін бүйтіп сағат қарасам 4. 4-те жаңағы мен балам деді, мынау қыз, туылған қыз сен атыңды әлемге шығарады. Мен шын айтқанда ойладым, бұл да доктор наук профессор болатын шығар мен сияқты. Анау Софья Ковалевская, Мария Кюри деген атақты ғалымдар бар ғой әйелдердің арасында. Сол сияқты болатын шығар деп не қылсам, кейін ақырында шахматтан болды ғой. 8 жасында Вьетнамда әлем чемпионы болды деп атанғаннан кейін бар, мен атымды шахматтан шығарды екен ғой деп. Оқа дейін ұмытып кеткенбіз атын. Содан кейін сен атыңды әлемге шығарды деген кейін мен атым Абдымәлік. Онда Жансая Абдымәлік болсын деп. Жансая деп қойған себебім кәртегенде жаным саясы болсын. Мен атымды. Соны бір күні Жансая 2000 жыл туылған ғой. Өте оңай оны жасын есептеу. 2025-те 25-ке келеді, 2010-да 10-ға келеді. Сөйтіп, сонда бір күні маған кеп айтады, одан сұрайды жаңа, қайда демалған жақсы көресің? Майами, Мальдивы, білесіз ғой, Бали деген жерлер бар. Әлемнің төрт-бұрышында. Жоқ дейді, мен дейді Шымкентке барып, атамның үйіне барып, атам мені балыққа апарады, сол балық аулап, оқа жеп, сөйтіп ең жақсы демалысым сол Шымкентте болады деп. Интервьюсында сөйтіп айтқан. Қандай тамаша, иә? Иә. Сондықтан жаңағыдай әрине енді бір қасиет бар ғой. Сонда қараңыз енді. Туылған қыз, мен бабам енді әруағы ғой енді. Жаңағыдай атыңды әлемге шығарады деп. Сонда туылған қыздың уже мен атымды әлемге шығаратыны уже программада бар ғой, көрдіңіз бе қандай. Алла тағаланың қандай кереметтігі. Туылған баланың уже келешекте не кім болатындығы, бұл мемлекетке қандай атақ алып келетінін барлығын уже біліп отыр. Көрдіңіз бе? Тамаша. Енді мынау әңгімемізді өзіңіздің ғылым жолындағы еңбектеріңізге де ойыстырсақ. Әуелгі сұрағымдағы осы ғылымға қалай келдіңіз? Мынау ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін арттыруға үлес қосып жатқан үлкен сүбелі еңбегіңіз қазір енді әлем ғалымдарын мойындатып таңғалдыруда ғой. Осы жоба қалай дүниеге келді? Бұл мен өзі катализ деген саламен жұмыс істеген. Мен баяғыда Москваның химико-технологический институт, Менделеев атындағы химико-технологический институт бітіргем. Бір 4-5-ке
Бітір өте жақсы оқыдым. Себебі 4-5-ке оқымасаңыз, Москвада стипендия бермейді. А мен семьямда 6 бала. Әрине енді әкеммен жұмыс істеп, ол педагог, мектептің директоры, басқа анау сондай білім саласында көп жұмыс істеген адам, бірақ 6 баланы бағу маған әрине бір 25-30 рубль ол кезде. Соны жіберіп отыратын. Ол енді әрине ол аз өмір сүруге. Сондықтан мен енді стипендия алуға тырыстым. Стипендиямыз өте жақсы болды. Бірінші курста 45, екінші курста 50, үшінші курста 55. Ең соңғы курста 60 рубль. Бұл үлкен ақша. Себебі 30 рубліміз тек тамаққа кетеді. Завтрак, обед, ужин дейміз ғой мысалы. Сол 30 рубльді бізден ұстап қалады, талон береді бізге. Завтракқа барғанда бір талон апарамыз обедке сөйтіп. Үйден де кішкене көмек келіп тұрады ғой жаңағыдай. Сондықтан жақсы білім алдым. Қазір мен оқытып жүрген студенттерімнен сұраймын ғой. Аналитикалық химияны қай оқулықтан оқыватсыңдар? Кришков дейді. Кришков бізге сабақ берген профессор. Кітап жазған. Количественный анализ дейді енді. Сандық сапалық анализ деген аналитик химияда бар. Михаил Христофорович Карапетянц деген профессор бізге биорганикалық химияны оқыды. Химиялық термодинамика деген сабақты бізге берді. Солардың кітаптары біздің кітапханада бар. Сондай адамдардан мен сабақ алғам. Әрине, одан кейін барып Қазақ химико-технологиялық институт, әзіргі Мұхтар Әуезов университеті дейміз ғой, мысалы. Ол алдын Қазақ химико-технологиялық институт еді. Өрді де өте кезінде өте беделді, өте жақсы институт еді. Сол жерде мен енді аспирантураға түсіп, бір жылдан кейін, одан кейін аспирантурадан бітіріп, кандидатский қорғадым. Сонда менің тапқаным мынау қант ауруымен ауыратын адамдар бар ғой, сахарный диабет дейді. Соларға альтернативтік қант таптым мен. Оны әзір бәрі қолданып жатыр ғой, кселит, сорбит деген қант ол да. Бірақ ол қанттың ерекшелігі, оны қабылдаған адам қанында қант көбеймейді екен. Мына әзір біз сахароз дейміз ғой, мына қантты жеп жатырмыз ғой. Жедіңіз болды, сіздің қаныңызда қанттың мөлшері көбейеді. Ол инсулин талап етеді. Соның үшін біз енді инсулинді организм өзі шығарады, сол инсулинмен соны қоректенеді. Бірақ ол көбірек қант жеп қойған адам әрине инсулин аппарат шаршайды. Шаршағаннан кейін бір сахарный диабет болады. Соған мен альтернатив. Сонда мен одан кейін барып енді ол жұмысты жалғастыра бердім. Докторлық диссертация қорғаған кезде мен 117 мақаламенен 50 патент, авторлық куәлікпен патенттермен қорғадым. 5 заводта өндіріске енгіздім. 5 заводта, ол үлкен тірлік. Сонда мен оппоненттерім, ғылыми кеңес мен жұмысымды өте жоғары бағалап, маған енді докторлық ғылыми атақ берілді содан кейін барып. Содан бастадым. Енді сол катализбен шұғылданып жүрінде бір осыдан бір 30 жыл бұрын қарасам, мынау әртүрлі шаруашылықтарда, дәнді дақыл шаруашылықтарына, басқа шаруашылықтарда мынау нан ғой енді былайша айтқанда. Сол Қазақстанда өте нашар. Ол өндірістердің бәрі нашар. Содан кейін мен айттым, неге сондай? Мына қараңыз.
Мен енді кейін жұмыс бабымен Канадаға да бардым ғой. Ең соңғы жұмыстарым Турция, Германия, Канада. 80 центнер бір гектардан алады Канадада. Жері сары топырақ. Біздің топырағымыз сияқты, Шымкент топырағы сияқты. Ал енді бізде құнарлы жерлер, чернозем дейміз, мына мысалы Қостанай, Петропавл жағы, Павлодар жағы, бәрі топырағы өте құнарлы, өте майлы топырақ дейміз бе, оны қазақша айтқанда, бірақ оны чернозем дейді. Сондай жерлерде 12 центнер аламыз. Сол мені қатты ойландырды. Неге Канадада 80 центнер алады? Топырағы бізден артық емес. Нашар, біздің топырақ. Сары топырақ, мен суретін көрістім. Соның өзінде себебі олардың агро тәсілдері өте жоғары. Бір қанша алқаптарды араладық, бір арғам шөп жоқ қой. Сондай гербицид, соларды жақсы қолданады, пестицид, гербицид дегендер бар. Соның кейін барып олардың жаңағыдай. Соның кейін мен айтым, неге біз енді Қазақстанда қой деп сол тақырыпты не қылдым да, ұстадым да жаңағыдай жұмыс жалғастырдым. Сөйтіп мен 2004 жылы ғылыми ашылым жасадым. Биорезонанс деген құбылысты мен таптым. Содан маған енді жаңағыдай капитан медалін берді, диплом берді Москвада. Сонда сол тақырыппен не қылдым. Енді қазіргі заманда мен бүкіл Қазақстан 17 облысында жұмыс істеп, ең күріш Қызылордадан бастап, мына біздің оңтүстікке әрине мынау күздік бидай егеді, соларға мен ықпал жасадым. Олардың дақылдардың, әртүрлі дақылдардың өнімін арттыру мәселесінде. Сөйтіп қазіргі заманда мен 12 мемлекеттерде жаңағыдай осы мен проектімді, мен жаңалығымды неге өндіріске енгіздім. Барлық жерде апробация өтіп, бәр жерде нәтижеміз өте оңынан шықты, өте керемет жұмыстар. Соның арқасында 2016 жылы мен Кембриджде осы технологиямды презентация жасадым. Одан алдын орысша жазған кітабым бар еді, «Концепция выживания человечества в 21 веке. Продовольственная безопасность» деген кітабымды ағылшын тіліне аударып, сол 29 ноябрь күні 2016 жылы Кембридж университетінде. Сонда Саксена деген жаңа презентацияның төрағасы болып бізге сөз беріп не қойған адам айтты: құрметті қонақтар, тыңдаушылар, бұл Қазақстаннан Кембриджге келген бірінші ғалым. Одан алдын мен архивті қарадым. Ең Қазақстаннан бірінші ғалым Абдумалик Аширов осындай деп жаңағыда не қылды. Мен қуанып қалдым әрине. 29 ноябрь деп отқан ең қызығын айтайын. Одан 3 күннен кейін 2 декабрь болады ғой енді. 2 декабрьде Лондонда бүкіл әлем бойынша кітап выставкасы болды. Көрме. Сол көрмеде менің кітабым тұр. Жаңағы мынау бізде ғалымдардың арасында көрелмеушілік деген көп болады. Мен өзі жұмыс істеп жүрмін ғой. Біреулер көре алмайды сен жетістігіңе. Біреулер өздерінің қолы жетпейді. Сондай жағдай ғой. Ал өрде жаңа Саксена деген төраға, доктор наук, профессор. Өзінің кітабын алды, мен кітабын қойып, CNN, BBC деген нелерге, ақпарат нелеріне, журналистеріне, мен барсам менің кітабымды айтып тұр ғой. Болмаса өзінің кітабын мақтай бермей ме? Жоқ. Мына деді профессор Абдумалик Аширов деген
Бұны кітабы әзір 29 мемлекетте сатылып жатыр. Бір данадан 200 топовый университеттерде бір данадан кітапханада бұны кітап тұр. Деп мақтап, міне өзі келіп қалды деді. Бір уақытта мен келгенде маған сұрақтар қойып, мен сұрақтарына жауап беріп. Не қылсам, сонда таң қалдым. Анау кісі өзінің кітабын емес, менің кітабымды мақтап отқанына мен таң қалдым. Бізде ондай, шын айтқанда, сирек кездеседі ондай ғалымдардың арасында. Нағыз ғалымдар сондай болады екен ғой. Әбдімәлік Әшірұлы енді айтады ғой, ғылымды игеріп, бірақ оны қолданысқа енгізбеген, жерді айдап, оған дәнді сеппегенмен бірдей тең деп. Сіздің осы ойлап тапқан жобаңыздың, жаңағы ғылыми еңбегіңіздің қолданысқа енгізілуі қазір, соның құндылығын көрермендерімізге түсіндіріп берсеңіз, иә? Енді қараңыз, жаңағыдай болғаннан кейін мен неге айтып, 29 ноябрь деп айтқаным, 3 күннен кейін бүкіл әлемдегі кітап выставкасы болды деп отырмын ғой. Содан кейін барып, бұл енді 26-шы жылдың аяқ жақ қой. 27-ші жылы февральда Forbes журналының не шықты, журнал шықты, февраль нөмірі. Февраль нөмірінде, орысша айтқанда, фантастическая десятка деген 10 фантастикалық проекттердің арасында мен проектім тұр сөйерді. Сонда жаңағыдай ғалым Әбдімәлік Әшіров бүкіл әлемде осындай тірліктер жасап жатыр. Соны менің технологиямды жазып, соны бүкіл әлем білетін болды оны. Соны әрине біздің өкімет, біздің министр, білім министрлігі, білім және ғылым министрлігі бар ғой біздің. Солар оның бәрін оқып көргеннен кейін бұл кісіге онда грант берейік деп. Маған 17 жылы маған грант берді. Бұндай ғалымға беру керек. 200 миллион теңге грант берді. Бұны мен жұмысымды коммерциализация жасау үшін, бүкіл облыстарда енгізу үшін. Мен барлық облыстарды енгізіп, сонда министрдің біздің саясат Нұрбек деген министріміз бір күні интервьюсында айтты. Міне, профессор Әбдімәлік Әшіров 200 миллион оған грант бердік. 2019 жылы бір жылдың ішінде 800 миллион теңге пайда келтіріп өкіметке не қылды. Сонда біз 200 миллион берсек, 4 есе арттырып бізге пайда келді. Бірақ жылдың ішінде деді. Бұл кісіге біз 3 жылға бергенбіз. Ота үлкен абырой болды сол үшін. Соның үшін бәрі мені бүкіл Қазақстан, бүкіл әлем білетін болды. Соның арқасында, сөйтіп, қазір Қазақстанда облыс қалған жоқ. Мен бармаған облысым барлық. Ең соңғысы 2023 жылдан бастап мен Шығыс Қазақстанға шықтым, Өскемен жағына. Ол жерде енді әрине бидай бар, арпа, бидай, одан кейін барып күнбағыс, подсолнух дейміз, подсолнечник. Соның бәрін өңдеп, үлкен пайда келтірдім сол облысқа. Енді Құда қаласа, Организация Объединенных Наций дейміз ғой мысалы. Солар қазір үлкен уайымде. Себебін айтайын. Жылда 7 миллион гектар жер істен шығып жатыр. Оны тұздануы бар, вообще деградация бар, көп химияны қолданғаннан кейін деградация дейді. Жер топырақтың азығындағы. Соның арқасында 7 миллион гектар жер жыл сайын обороттан шығып жатыр. Сонда оны немен салыстыруға болады? Қазақстанда дәнді дақылдарға арналған 14 миллион гектар жеріміз бар. 14 миллион. Соның жартысы жоқ деген сөз. Әрине ол Қазақстанда тек қана емес, бүкіл әлемді есептеген кезде 7 миллион. Сондықтан, ал енді 7 миллиард халық бар жер бетінде.
осы күнде 1 миллиард 300 миллион адамды біз бағамай отырмыз. Ол Африка мемлекеттері әрине. Енді оның неге бұл осынша бұларды ойландыратын тірлік болды бұл? Себебін айтам. Халық 2030 жылы біз 9 миллиардқа жетеді екенбіз. 2030-2050 деп айта берейік, соның арасында. Ал енді ғасырдың аяқ жағында 12 миллиардқа барып тоқтайды екенбіз. Осы 21 ғасырдың аяқ жағында. Ал енді әзірдің өзінде 1 миллиард 300 мыңды бағамай отырмыз. Халық көбейген сайын әрине ашаршылық енді алыс емес. Әрине Қазақстанға ол ашаршылық келмейді, себебін айтайын. Біз керекті бидайымызды өзіміз алып қаламыз, өзімізге қалған сатамыз. Ал етіміз өзімізге жетеді, көкөністер өзімізге жетеді. Ал енді бүкіл әлемді бағу керек қой. Соның үшін оның несі бойынша, болжам бойынша Қазақстан 10-шы мемлекет болып кірді тізімге. 10-шы мемлекет, 10 мемлекет бүкіл әлемді бағу керек. Ол қандай мемлекеттер? Россия, Канада, Бразилия, Австралия. Австралия айтады, біз етпен жарты әлемді біз бағамыз, қамтамасыз етеміз. Сондықтан ол үлкен бір жағынан абырой, екінші жағынан енді әлемді бағу керек қой. Үлкен жауапкершілік. Сондықтан ал енді он жаңа мен программасын оқыдым. Егер біз дейді, он әзір бүкіл әлемді жуындырмасақ, онда Африка мемлекеттері көшіп миграция басталады. Енді тамақ керек қой. Әзір өзіңіз білесіз, Иракте соғыс болғаннан кейін барып Европаның жартысын уже арабтар жаулап алды. Кіргізсе де, кіргізбесе де мелат. Ол Германия, Франция, барлық Европа мемлекеттерінде қазір мигранттар көбейіп кетті. Ванганың бір күні әңгімесіне қарағанда айтады, мен дейді, бүйтіп қарап отырсам, Европа мұсылман мемлекеті болайын деп тұр. Себебі өсім көп бізде. Оларда бір бала болмаса жоқ. Сондықтан олар азғындайды, олар азаяды, араб халқы, жаңада мұсылман халқы көбейіп жатыр. 2050 жылы Болгарияда екі халық бар. Болгарлар мен түркілер. Түріктер де жаңа. Теңеседі екен екеуі. Сонда одан кейін ары барса, ол түрік мемлекеті боламай, жоқ, болгар мемлекеті боламай, оны екі талай оны. Соған қарағанда енді жаңа мигранттар Қазақстан жаққа көшеді әрине. Мына Афганистанымыз бар, мына талиптер бар, басқалар бар. Күн көру үшін жаңағыдай мигранттар бізге келеді. Ал енді өзіміздің жағдайымыз мәз болып отқан жоқ. Халқымыз, біз өте бай мемлекетпіз, былайша айтқанда. Бірақ халқымыз кедей. Сондықтан енді жаңа мигранттар келетін болса, ол әрине соғыс, әрине жаңағыдай күнкөріс мәселесі бізді қиындап кетеді. Сондай болмасын деп, миграция болмасын деп, оған үлкен ақша бөлейін деп жатыр. Оның эксперттері мені шақырып, сіз бүкіл әлемге дәнді дақылдарды көбейтіп жатырсыз. Сізге біз қаржы бөлеміз. Бүкіл Қазақстан, Өзбекстан, Қырғыз, Түркмен сіздің қарамағыңызда болады. Соларға сіз аппаратураңызды қамтамасыз етесіз, мини-завод саласыз, аппараттарыңызды көбейтіп, екінші жағынан олардың өнімін бақылап отырасыз. Деп маған үлкен міндет жүктеліп отыр. Соған қарағанда бұл енді олардың енді тапсырмасын орындауға тырысамыз, бүкіл әлемді тойғызамыз. Ал енді Әбдімәлік аға, осы әлемді аштық апатынан құтқарудың алдын алуға
жасалған қадам ғой енді сіздің Иә, иә. ғылыми жобаңыз. Иә, иә. Бұның маңыздылығын енді жаңа жоғарыда айтып отырдыңыз сөзіңізде. Министрлік мемлекеттік грант бөліп қаржылай қолдады, оның алғашқы өнімділігін де көрсеттік деп. Ал жалпы үкімет, мемлекет бұның маңыздылығын сезініп отыр ма және қолдау қандай болып жатыр? Енді қараңыз, мен ол грант алудан бұрын, болмаса гранты алғаннан кейін де президентке, бірінші президентке де жаздым, екінші Қасым-Жомарт Тоқаевқа да жаздым. Бұны біз, оның онда программасы жоқ еді ол кезде. Мен айттым, бұны үкімет тарапынан қолдау көрсетсеңіздер, үкімет жылда мынау үкіметтің программалары бар. Сол үкіметтің программасы өте үлкен ақшалар жұмсалып жатыр. Ауыл шаруашылық министрлігі бар бізде. Иә, ауыл шаруашылық. Сонда енді министр, президент оқып көрмеген ау. Анау қасындағы отырған адамдар оқиды да, жағада министр ауыл шаруашылық министріне жібереді. Ауыл шаруашылық министріне барсақ, ол министріміз замына жіберді. Замы Қазагроинновация деген бар, соған не қылыңыздар, солар ақша бөледі деп жөнді мән берген жоқ, шын айтқанда. Егер жөнді мән берсек, мен Нұрсұлтан Абишевичке былай деп жаздым. Нұрсұлтан Абишевич, сіз Нобель сыйлығын алам деп үміттен жүрсіз. Сіз былай істеңіз. Маған жаңағыдай үкімет тарапынан маған қолдау көрсетіңіз. Мен Қазақстан бойынша 5-6 миллион тонна дақылды артық беруге мен уәде беремін сізге. Сіз қолдау көрсетіңіз. Содан кейін алайықта, сол өнімді біз тегіннен Африка мемлекеттеріне тегіннен берейік. Себебі Өзбекстан бізде 500 мың дәнді дақылдар алады екен. Липошка жасайды, басқа білесіз ғой енді Өзбекстан. А мен 5-6 миллион, сонда бір 10 мемлекетке біз шамамыз келеді екен бағуға, 10 мемлекетті бағуға. Егер сіз сөйтетін болсаңыз, біз ештеңеден ұтылмаймыз. Себебі біз өзіміздің немізді қосымша алған өнімді біз соларға тегін берейік. Сізге Нобель сыйлығын 1-2 жыл бергеннен кейін ол сізге бермеуге мәжбүр болады, сізге беруге. Себебі сіз 10 мемлекетті бағып отырсыз. Премия мира деген бар ғой бізде. Деп қызықтыратын әңгіме ғой. Енді мысалы ол кісі жаңағыдай жақсы мән берген кезде мүмкін Нобель сыйлығын да алуы мүмкін еді. Жоқ, әрине үкімет тарапынан қолдау болмай жатыр әлі. 200 миллион теңгені мен бір жылдың ішінде 800 миллион бердім ғой. 4 есе қайта. Бұл жобаңызды енді өміршеңдігі сөзсіз ғой енді. Ғылыми дәлелденген және өндірісте де қолға алынып, өнімділігін беріп жатыр. Енді осы ары қарай жалғастыратын бір шәкірттеріңіз, ізбасарларыңыз бар шығар? Иә, себебі мынау адамның шәкірттері болмаса, оның мектебі болмайды. Мектеп болмаса, ол енді мықты ғалым деп айтуға болмайды. Мен бірінші өз балдарымды осы технологияны үйреттім. Мен қайерге барсам, сол балдарымды ертіп барам. Баламды, әсіресе бір қызымды ертіп жүрем. Солар көрсін, қалай мен жұмыс істеп жатқанымды. Соларға енді ноу-хау дейді ғой, енді жұмысына бір секретар болады, сол секретар солар біледі. Неге дейсіз ғой? Себебі біз жаңағы аппаратты әрине мен таптым, оның патентім бар, басқа бар. Аппарат тапқан өзде ол қай уақытта, қай минутта, қай сағатта өңдеу керек екен ана тұқымдарды, оны ешкім білмейді. Тек қана мен білем. Себебі мен айдың тұрысын, күндегі құбылыстарды, Юпитер, Сатурн деген планеталардың әсері жерге. Соның бәрін есептеймін, график не қыламыз. Сонда мысалы кесте түзестер. Иә, май айында мысалы егіс басталады ғой, мысалы солтүстікте. Сол кезде бүкіл май емес. Майдың 15 күні ғана қолайлы күндер, қалған күндер мен жұмыс істемеймін. Әрине, майдың 15-іне де емес, мысалы 8 күн жұмыс істейміз, 7 күн демалыс, ешқандай космостың
магнитный бури дейміз ғой мысалы. Солар келеді, ол кезде жұмыс істеуге болмайды. Соның бәрін мен білем, сол ноу-хау секреттерім бәрін бірінші балдарыма, одан кейін шәкірттеріме. Ернар Оңғарбаев деген менің шәкіртім бар, Ержан Файзиев деген көп мен. 18 менің шәкірттерім менімен бірге жүреді бүкіл облыстарда. Қалай? Мысалы, үшеуін мен солтүстікке жіберем, үшеуін Қостанайға жіберем, деп сөйтіп бөліп 18 адамды бәріне тапсырма беріп, әрқайсында машине, астында бәрін, оны аренда несін, бәрін бензин, бәрін несін мен төлеп тұрам ғой, әрине. Сөйтіп, үлкен мектеп бізде. Оның бәрі үйренген балдар, олардың бәрі жұмыс істеген. Сондықтан мен енді уақыт келгеннен кейін әрине бұл өмірде мәңгілік тұратын адам жоқ қой. Сол мен енді өзім балдарымды, одан кейін барып шәкірттерім бәрін дайындап отырмын. Құда қаласа олар мен жоқтығымды білдірмейді. Енді Әбдімәлік Әшірұлы биорезонансты жолмен активтендіру бұл тек қана жаңағы астықтың өнімділігін арттырып қана қоймай, адамның денсаулығына да бір белгілі деңгейде пайдасы бар деп естіп жатырмыз. Сол туралы айтып беріңізші. Ол былай болды. Біз Америкада Майами деген штат бар. Өзіңіз білесіз, көбінесе курорт жер. Сол жерде біз осындай жұмыстарды жасап неған кезде Жозеф деген кісі өзі медик екен. Дәрі-дәрмекпенен шөп нелерді неғылады, емдейді екен адамдарды. Содан кейін мен приборымды, мен тұқымдарды өңдеп атқанды көріп айтты. Осы адамға да бір көрейікші. Мен айттым, мен дедім, адамға бата алмаймын. Неге дейсіз ғой, менде медицинский образование жоқ, ертең анау ауырып қалып бір инфаркт болып қалса, мен соттайды. Мен айттым, өзіңіз көрем десеңіз көріңіз, менің приборымыз, менің графигім. Сол барды өзіне бірінші, одан кейін қызына. Түнде дейді, біз таблеткасы ұйықтай алмаймыз. Снотворный дейді ғой, ұйқы не қылатын. Ал енді сіздің приборыңызбен мен өңдеп, өзім қызымды өңдеген кейін жас бала сияқты ұйықтадық қой дейді. Сонда да адамға да әсері бар. Енді мен оны байқап жүрмін, себебі біз Ақмола облысында Шортанды деген ауданда жұмыс істеп жатқан кезде бір жігіт келіп бір қол істемейді екен. Сол бірақ мотоцикл айдады, мына қол әшейін былай тұрады, мотоциклді былай оң қолмен неғылады, сол қол істемейді екен. Сол айтты, мен естім, бұның электромагнит толқындардың адам денсаулығына әсері бар екендігі. Анау бір, сіз байқадыңыз ба, бір кейде бір курорттарға барған кезде магнитный обработка деп, астыңызға магнит қойып жатасыз, сол өте адамға пайдалы деп ескем. Ана кісі соны ескен екен. Мен айтым, жарайды, мен бидайды өңдеп атқанда, бидайдың қырманға кел, жаңағыдай. Сол мен қай қырманға баратынымды график жазып алған, әлен сағатта мен барам, сояққа деген кезде сол барып мотоциклмен кеп неғылады. Сол үш сеанстан кейін мына қолы жұмыс істеп кетті. Мен айтам, қой енді өтірік шығар, сен анау не дейді, дежавю деген бар ғой, анау самовнушение. Ол сіз соған сеніп неғаны кейін. Сонымен қасындағы жоқ дейді, біз дейді жас кезінен білеміз бұл кісіні. Қол істемейді. Әзір қол істеп, әзір жаңадай неғып жатыр ғой. Соған қарағанда... Ал енді бұны медициналық қолданысқа ғылыми түрде енгізуге болады ғой, бірақ мен... Әрекет жасап көрмедіңіз ба? Жоқ, әрекет жасағанда маған медик керек та, бір медицина. Мысалы, медицина орталықтары бар, басқалар бар. Солар оған енді шын айтқанда мынаяқтан заказдар көп болып жұмыс істеп жатқан екен, оған әлі көңіл бөлу жоқ. Бірақ келешекте жаңағы Жозефтен көрдік қой енді. Жүзеге асыруға болады дейсіз ғой? Болады. Ол адам денсаулығында өте пайдалы. Әбдімәлік аға, енді осы саналы ғұмырыңызда сізді енді ғалым ретінде танимыз ғой. Бірақ енді осы Жәнібеков университетінде оқытушылық қызметтен бастап жауапты қызметтер атқардыңыз. Оның ішінде ректорлық дәрежеге дейін көтерілдіңіз. Айтыңызшы, сізге ғалым болу оңай ма әлде басшы болған жақсы ма? Мен 4 жыл 4 прием жасадым. 4 приемді пәленбай 1000 адамды оқыттық қой енді. Бірақ осы
жұмыстан мен босатты ғой 4 жылдан кейін. Енді білесіз ғой, енді заманда әзір енді өте мықты жігіттер, былай жігіттер, организаторлар. Мен ондай үлкен организатор емеспін, шын айту керек. Мен ғалыммын, өзім ғалыммын. Сол жұмыстан айырылғаннан кейін мен 2004 жылы, мен 98 жылы жұмыстан не қылдым ғой, кеттім ғой. Содан кейін барып ғылыммен шұғылданғаннан кейін 2004 жылы мен ғылыми ашылым жасадым. Научное открытие деген орысшасы өте мықты. Ғылым ашылым деген қазақша онша емес. Научное открытие деген сөз менің Сокольский деген академик, мен кандидатский жетекшім айтатын еді. Мен дейді академикпін, мен Сокольский деген кісі, Дмитрий Владимирович деген кісі. Сол айтатын, мен дейді бір өкінетін нәрсем бар, мен әрине мен Қазақстан ғылым үлкен деңгейге көтердім, бірақ менде научный открытие жоқ. Мен жаңа заң, жаңа құбылыс ашқан адам емеспін. Енді мен дейді ниетім бар, осы мен тыңдап отқан мен шәкірттерім біреу ғылыми ашылым жасайтын шығар деп. Ғылыми ашылым деген бұл енді бір заңдылықты ашқан сияқты өте сирек кездесетін нәрсе. Соны мен енді ғылыми ашылым алған кезде ана кісінің сөзі маған есіме түсіп, мен де шәкіртім ғой, міне ол кісі өте бір көрікпел адам екен, шәкірттерім ғылыми ашылым жасайды деп. Сол енді үлкен жетістік деп есептеймін. Мен жаңа айтып отқаным сол ғой, енді Кембридждегі университет ғылыми ашылым жасаған адаммын мен. Содан кейін барып Forbes журналында шықтым. Соның барлығы мен ғалым ретінде деңгейімді үлкен биікке көтерді деп есептеймін мен өзімді. Енді ғылымда қордаланған мәселелер көп қой, әрине. Әрине, ол бітпейтін тірлік қой. Енді соңғы бір 4-5 жылдың көлемінде кәдімгідей бұл салада бір серпіліс бар сияқты. Сен қозғалып, бөлініп жатқан гранттар саны да еселеп артып жатыр, иә? Қазіргі қазақ ғылым бетбұрысы қандай сіздің ойыңызша? Қазір мына Тоқаев келгелі бері өте жақсы болды. Бірінші ол кісінің істеген жақсылығы, мына қараңыз, бізде ғылым академиясы жабылды. Ол ғылым академиясы жабылды деген сөз бір академияда бір 5-6 адам несі емес. 150 ғылыми зерттеу институттары жабылды ғой. Ғылым академиясында 150 ғылыми зерттеу институты бар. Институт химия, институт геология, сондайлар ғой енді. Ол деген өте үлкен зиян келтірді. Жаңағыдай. Не себептен, енді оны себебін мен білемін енді, бірақ енді оны жариялауға болмайды. Академия жапқан кезде 150 ғылыми зерттеу институттерінің бір қаржысы қалды ғой. Олар әлде де бар, бірақ оларды университеттерге қосып жерді, басқа қылды, в общем, көп зиян келтірді. Күйреді ғой, былай жатқанда. Соны енді Қасым-Жомарт Тоқаевтың несі ғылым академиясын іске қосамыз, қайтадан ғылым академиясын ашамыз деп әзір ашты, бірақ әлде қаржы жетпей жатыр. Ғылыми зерттеу. Академия деген әшейін академия емес, оны зерттеу лабораториялар болу керек, басқалар болу керек. Сол енді бір жақсылық, енді ашылудың өзі. Содан кейін оған президент, Күрішбаев деген біздің министр болды ғой, ауыл шаруашылық министрі болды, сол Күрішбаев соны басқарып жатыр. Ол да мықты жігіт енді, доктор наук, мен ол кісіні танимын. Егер ол басқарса, обязательно бір қорытынды шығарады. Міне сол жақсылық. Ғылымға деген көзқарас кішкене өзгеріп жатыр. Енді сұхбатымыздың мәресіне де таяп келе жатырмыз. Аға, соңғы сұрақтарымды қойып үлгерейін. Қазір сіздің ойыңызша жаратылыстану пәндерін қалай оқытып жүрміз? Сіз енді осы саланың мамансыз ғой. Иә, жаратылыстану пәндерінде 21 ғасырда өте өзгерістер болды. Баяғы Дарвиннің теориясы дейміз ғой. Бұл бір теория деп айтуға тілім бармайды. Неге? Оған дәлел керек. Бір теорияны теория деп айту үшін дәлел керек. Қандай дәлел керек? Мына мысалы Дарвин айтады, өмір суда пайда болды, оған қосыламыз.
Одан кейін барып бір клеткалық организмдер пайда болды, оған да қосыламыз. Одан кейін көп клеткалық организмдер пайда болды, оған да қосыламыз. Бірақ бір түрге айланады деген нәрсе дәлел жоқ. Мысалы, балық пайда болды, балықтың аяқ пайда болды. Аяқ пайда болған құрғақтыққа шықты. Одан кесіртке, крокодил бір нәрсе болды. Одан кейін барып ат пайда болды, мысықтар пайда болды, үлкен мысықтар, кіші мысықтар бар ғой. Піл пайда болды. Қаяқтан пайда болды. Бірінен соң бірі пайда болды. Бірінен соң бірі пайда үшін ол бір күнде болмайды ғой. Миллион жыл өтеді. Қазба жұмыстарына қарасақ, піл күйінде, кесіртке күйінде, крокодил күйінде, балықтар балық күйінде, ешқандай бір түрге Дарвин теориясы бойынша эволюция арқылы ол түр өзгерген көрген жоқпыз. Соның үшін ол бір адам маймылдан жаралды деген теория бар. Осы күнге дейін ешқандай оған дәлел табылмай жатыр. Қазіргі ғылым деген өсіп кеткен, медицина деген өсіп кеткен. Алды маймылды алайықта адам жасайық, оған қолына кетпен берек, басқа берек, еңбектену керек деді. Еңбектенсін. Жоқ. Оны 21 ғасырда бүкіл ғалымдар біледі, бір жаратушы бар екендігін. Құдай бар екен. Бұлайша Құдай деп айтамыз, жаратушы деп айтамыз. Бұл бұрыннан біздің көшпенділер Тәңір депсең бұрыннан білеміз бір жаратушы бар екендігін. Соны әзір 21 ғасырда бүкіл ғалымдар бір жаратушы бар екендігіне ғалымдардың өзі сене бастады. Сенеді. Бәріміз атеист болғанбыз ғой. Мен Союз кезінде кандидат наукпын. Құдай жоқ деген лекция оқығам. Сонда әжем тірі, 90-да келген әжем бар еді. Ол айтады, балам, аяқтан келдің? Мен Құдай жоқ деген лекция оқып келдім екен деп ойбай. Құдай сақтасын сені, балам. Әрине сен енді өкімет жұмсап жатыр ғой. Бірақ үйге келгеннен кейін 3 рет айтты. Құдай бар. Мен Құдай бар екеніне сенем. Мен амал жоқ енді мынандай. Сонда күнәң кешіріледі деп. Сол сияқты атеист болғанбыз бәріміз. Әзір енді Құдай бар екендігін уже Геннадий Иванович Шипов деген ол дәлелдеп келді. Осы ғалымдарында бір тылсым әлеммен байланысы бар дегенге сіздің айтарыңыз қандай? Әлде ол таза еңбекпен туындайтын дүние ма? Енді бұл ғалым деген өзі фанатик болады. Өзі бұл мынау кішкентай балдар почемучка болады ғой. Почему мынандай, почему деп сондай сұрақтарды көп қояды ғой. Егер орта жасқа келгенше ғалым сол қасиетін жоғалтпаса, сол ғалым болады, қалғандары әшейін кете береді. Соның үшін ғалымдар өзі сондай фанатик, ол бір нәрсе. Болмаса, мен миллионер болатын адаммын, мысалы да. Какой-дам? Мен өзім грант бергенше, мен өзім ақшама баратым, әр облыстарға тамдай. Сондай, әрине, енді ғылым мен дін қосылу керек. Орысша айтайын, наука должна быть религиозной, а религия должна быть научной. Міне сонда ғана жетістікке жетеміз. Дін адамдары, егер ғалымдар адамгершілік дінсіз болса, олар бомба жасайды. Оны жаңағыдай адамды қыру мәселесін не алады. Ал енді дін ғылымсыз болса, олар фанатик. Олар жаңағы не болады? Фанатик болады жаңағыдай. Қатты кез болады да, жаңағыдай. Сондықтан әрине білімменен, ғылымменен еңбек ұштасу керек. Дін қосылу керек бірге. Сонда керемет жаңалықтар ашылады. Енді соңғы сұрағым болсын. Бізді енді университетте студенттерге қоятын сұрағымыз бар еді. Бұл Жәнібеков университетін не үшін таңдадың, қандай ерекшелігі үшін таңдадың деген. Сол сияқты енді сізге де бір сұрақ қойғым келіп тұр. Сіздің осы университеттен табан аудармай, қаншама ұзақ жыл бойы жұмыс істеп келе жатқаныңыздың да бір сыры бар ғой аға. Онсыз бұл жерде сіз тұрақтамас едіңіз ғой, қаншама мүмкіндіктер ашылды алдыңыздан. Осы университетте ұзақ жыл қызмет етуіңіздің сырын айтып беріңізші.
біріншіден мен университетте жұмыс істегеннен кейін жастарды сүю керек. Жастарға деген махаббатың себебі, егер сен жастарды жақсы көрмесең, сен ынты-шынтымен білім бере алмайсың. Ал енді ынты-шынтымен білім бермесең, ол сен Құдайға бір күнәһар боласың. Сені оқытты, Москвада оқытты, саған ғылыми атақ берді, осындай. Енді соны біз қайтаруымыз керек балдарға. Қалай қайтарамыз? Жақсы көргеннен кейін білім берім. Ал енді оны өтпесек, менің каналдарым жабылады. Алла тағала айтады, мен сені оқытып, мысал деп айтайын. Сені оқыттым, саған осынша білім бердім. Неге сен қызғанасың білім беруге? Ынты-шынтымен білім беру керек. Сондықтан содан кейін бір коллективте жұмыс істегеннен кейін сен таза болуың керек. Мен ректор болып жемқор болатын болсам, мен сіздерге айтайын, студенттерден, басқа декандардан біреулерден ақша алатын болсам, өзіңіз білесіз ғой, өзіңіз студент болғасын. Кім алатын, кім алмайтын бәрін біліп отырасыз ғой. Өзіңіз біліміңіз жоқ әлі. Біз студентпіз. Мен технологический институтте басқа жерде оқыдым ғой. Өзіміз студент болып жүріп, профессордың мына тақырыпты жақсы білмейді екен деген келеміз. Өзіміз білмейміз, бірақ біліп отырамыз. Соның үшін бірінші коллективте көп жұмыс істеймін десең, сен өзің таза болуың керек. Бастық болғанда біреуіңе тізеңді батырып. Демек, Жәнібек университетінде ұзақ жыл тұрақты қызмет істеуіңіздің бірден бір себебі академиялық адалдықтың осы жерде сақталуы деп айтуымызға болады ғой. Иә. Соны кейін мен ешкім әзір мен келсем бәрі аға деп амандасып, кіргенше сәлемдесіп шығам. Мына жігіттер сияқтылар келіп, көке саламыз. Сол себебі ешқандай қиянат жасаған жоқпын адамдарға. Бірақ енді мен керемет бір руководитель деп айтамаймын. Себебі мен исследователь жағына, ғылым жағына қайта сол қызметтен неғанке Құдайым маған көмек берді. Мына қызметтен алды, мен жаңағыдай зато қандай научный открытиялар жасап, бүкіл Қазақстан тойғызып, бүкіл әлем тойғызатын шамамызға ие болдым. Кітаптар жаздым, 15 кітап жаздым. Бір кітап сізге бердім ғой, анау экология, сана экологиясы деген. Сол сондай. Сізге түсінікті кітап сол. Қалғандар химия бәрі. Ал бұл университеттің қандай бір несі, ерекшеліктері ұнайды сізге? Бұл университет... Несімен ыстық сізге, енді қанша жыл қабырғасында жүрсіз? Бұл университеттің, әсіресе мынау әйел кісі ректор болып келді ғой, мынау ана ретінде балдарға деген қамқорлығы өте керемет. Мен бір жиенім бар, ұйықтап жатады. Өзі жақсы қойды өзі. Мен айтам, неге сабаққа бармайсың десем, сабаққа барсаң да ақша сұрайды, сабаққа бармасаң да ақша сұрайды. Сені неге сұрайды? Маған дейді, мен 4-5-ке оқитын балам, маған 3 қояды дейді. Мысалда, әзіргі 90 бал енді 5-ке жатады, 3 қояды маған. Соны 3 қойсам дейді, маған стипендия бермей қояды. Екіншіден, гранттан айырылып боламын. Соның үшін дейді, барымда берем, содан кейін дейді, оценкамды қояды, келсеңді қояды. Соның үшін біздің университет ол жөнінде таза. Мен сізге айтайын. Мына әсіресе мынау әйел баласы ректор болғаннан бері, одан да бұрында ешқандай мен кафедрада бір мұғалім егер біреуден бір нәрсе алатын болса, бірінші маған жетер еді. Маған көп адам ақсақал деп маған айтады бәрі. Құдайға шүкір. Басқа университетке қарағанда таза біздің университетіміз. Соның кейін сабаққа келу үлгеріміне көп көңіл бөледі. Бір студент келмей қалса, деканат шақырады, неге келмедіңіз деп қамқорлық. Енді студент келіп сабаққа келіп отқан бір нәрсені біледі ғой. Рахмет аға, сұхбатыңызға әдемі, әсерлі сұхбат болды деп ойлаймыз. Құрметті көрермен, осымен сұхбатымыз тәмам. Бүгін бізде қонақта болған белгілі ғалым профессор Әбдімәлік Әшірұлы Жәнібек университетінің YouTube арнасына жазылыңыздар, пікір қалдырып бөлісіңіздер.